бұрыштан кім атып, кім пышақ салып кетеді деп үрей құшағында өткізген сәттерімізді ол кезде түсінген, сезінген адам саусақпен санарлық еді. Ондайлардың саны қазір де көбейді деп айта алмаймын. Мұхтар Шаханов ағамыздың комиссиясы бұл өте үлкен ауқымды жұмыс жасады. Осы комиссия бір-екі жылда жұмыс жасады. Күндіз түні ұйықтамай, күніне 24 сағат ұйықтамай жұмыс жасағанбыз осы комиссия. Бұл комиссияның бір жылдық, 2 жылдық істеген жұмысын 100 жылға теңеуге болады. Өте көптеген жеңістерге жетті, көптеген ақиқаттарға жетті. Көптеген жұртшылыққа, халыққа, бұрынғы кеңестер одағындағы болған құрамда отырған басқа республикаларға желтоқсанның ақ қарасын ажыратып, ақиқатты жеткізе алды. Демек, қазіргі кезде көптеген сынаушылар бар. Осы Мұхтар ағамыздың осы комиссиясы аяғына дейін жеткізбеді, ананы жасамады, мынаны жасамады деп айтып отырады. Олай айтатын адамдар өз бастары сол комиссияға қатыспағаннан кейін, жылы жерде ол кезде жылы жүйде отырып, шайларын ішіп отырған адамдар айту оңай оларға. Олар істеп көрсе, сол жерде бастары тігіп көрсе, олар да олай айтпас еді. Себебі бізде жалаң аяқ жүріп, жалаң киіміміз жоқ, ненеміз жоқ, сондай үлкен жұмыстарды, қауіпті жұмыстарды бастан атқардық. Себебі түрмеден шыққаннан кейін біз желтоқсандықтар екінші рет басымызды өлімге тіккен болатығымыз. Себебі бізде қайткенде де халыққа ақиқатты жеткізу керек болды. Өлеміз, бірақ халыққа ақиқатты жеткізу керек болды. Желтоқсанға байланысты ең көп еңбек сіңгені шын ниетіменен желтоқсандықтарға, қазақ ұлтына жаны ашыған азаматтардың бірі бұл Мұхтар Шаханов ағамызбенен Аллажар фильм қоюшы режиссері Қалдыбай Аберов ағамыз болатығын. Осы екі азаматтарға ерекше алғысымызды әлі күнге дейін болса рахметімді айтқым келеді. Желтоқсан комиссиясын басқарған Мұхтар Шахановтың жеке басын өзім жақсы білем, ол кісінің көмекшісі болып істедім. Сондықтан да әр уақытта, әрдайым ол кісінің жанында болып жүрдім. Бір байқаған әсерім ол кісі тарапынан. Ол кісі күн түндемей жұмыс істеді. Осы желтоқсан оқиғасының комиссиясы біткенше күн түндемей жүріп, осы комиссияның әрбір күндік жинақталған материалдарын есептеп,